Достар, келесі бөліміне қош келдіңіздер, және біз бұл бөлімінде не қарастырамыз? Жалпы біз дербес компьютерлерді өз қолымызбен жасау және оны жөндеу сабақтар сериясын қарап отырмыз. Енді оның келесі сабағы ең қарапайым сұрақтардан бастаймыз. Дербес компьютер деген не? Және оның құрылысы және құрылғылары қандай? Енді осындай бір қарапайым сұраққа жауап іздеп көрейік, және ол үшін біз тарихқа кішкене көз жүгіртуіміз қажет, және қазіргі таңдағы осы дербес компьютерлердің жағдайы қандай деген сұраққа жауап іздейміз. Сондай-ақ осы ашық ақпарат көздеріне жүгіне отырып, дербес компьютердің жалпы компьютер деген не, дербес компьютер деген не, осы сұрақтарға қарастырып көрейік. Енді мен мына жерде компьютер деген не деген Википедияға сілтеме жасайын, және осы жердегі мағлұматтарды кішкене оқып, ары қарай жылжиық. Енді қараңыздар, бұл мәселемен сіздер осы яғни информатика сабағынан мектеп қабырғасында таныс екендеріңізге сенімдімін. Алайда кішкене қайталап еске түсіріп кетуге әбден болады. Олай болса не жазылғанын көрейік. Компьютер ағылшын тілінен алғанда есептегіш деген мағынаны береді дейді. Ол немесе AM деп аталады дейді, электрондық есептеуіш машина. Яғни компьютер ол осы есептеулерді жүргізуге және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина дейді. Енді компьютерді түсіндіңіздер деген ойдамын, яғни алгоритм бойынша берілген мағлұматтарды қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығаруға арналған машина. Енді компьютер дәуірінің бастапқы кезеңдерінде компьютердің негізгі қызметі есептеу деп саналған болса, қазіргі таңда олардың негізгі қызметі басқару болып табылады деп жазған екен. Жарайды, демек компьютер осы біздің қазіргі таңдағы адамдардың күнделікті өміріндегі, сондай-ақ жұмыстағы біздің барлық салада ажырамас бір бөлшегіне айналды. Енді компьютер түсінікті болса, онда біз дербес компьютерді қарастырайық. Ол үшін тағы да мен слайдқа келейін, және дербес компьютер деген не деген осы Википедияға тағы да сілтеме жасайық. Міне дербес компьютер, енді мына жерде қысқаша ДК деп алған екен. Соның ішінде жазғаны компьютердің қазіргі уақытта ең көп тараған түрі болып табылады дейді. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған құрал дейді. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар дейді. Соның бірі стационарлық және тасымалы компьютерлер болады. Яғни екі санаты бар, оның біріншісі стационарлық, екіншісі тасымалы компьютерлер дейді. Енді стационарлық деп отырғаны бұл үстел басында отырып жұмыс істеуге арналған түрі болса, тасымалы компьютерлер ол қол компьютерлер, ноутбуктар, қалта компьютерлер және планшеттер дейді. Енді түсінікті болды деген ойдамын, яғни дербес компьютер біздің күнделікті өзіміздің үйде немесе офиста көретін мынандай қарапайым осы жүйелік блоктан, монитордан, пернетақтадан және тышқаннан тұратын блок жүйе. Енді мына жерде тағы да мен үшінші бір презент, яғни не жасадым, сілтеме, соны басатын болсам, бізге тағы да одан сайын түсінікті болады деген ойдамын. Яғни қараңыздар, компьютер құрылысы дейді, Википедияға осыған анықтама берген екен. Мына жерде компьютер не екендігін қайталаған, ол бізге қажеті жоқ. Шамалы төмен түсеміз және мына жердегі мағлұматты оқимыз. Бұл дербес компьютердің дербес аталу себебі неде дейді. Дербес компьютерінің дербес деп аталуының себебі бұл компьютер тек қана бір адамның жұмыс істеуіне арналған. Яғни бір мезгілде компьютерді бір ғана адам басқарады деген сөз. Бұл компьютерлердің үлкен электрондық есептеуіш машиналарына қарағандағы сипаты мен мүмкіндіктері басқаша болғанмен, оған ұқсас операцияларды орындай алады дейді. Дербес компьютерлердің үстел үстіне қоятын, портативті және қалтаға салып жүретін түрлері кездеседі. Мына жерде жазған екен, алдағы уақытта біз үстел үстіне қойылатын, яғни десктоп дейді, компьютерлерді қарастыратын боламыз. Өйткені дербес компьютерлердің осы түрі басқаларына қарағанда кең таралған дейді. Мына жерде және төменге берілген мағлұматтары осы дербес компьютерлердің құрылғылары және оның бөлшектерін сипаттаған. Яғни біздің де қарастыратынымыз осы дербес компьютерлер, себебі ол басқа түрлеріне қарағанда кең тараған және біздің қызықтырып отырған түрі де осы компьютердің дербес компьютер түрі. Енді қараңыздар, компьютердің құрылғылары де соның ішінде төменге тағып түсіп осы мағлұматтармен кішкене оқысақ, компьютер жай ғана машина дейді, ол өзі көрсетіп тұрған сөздерді түсінбейді және өз бетінше ойламайды дейді. Компьютер тек қана бағдарламаларда көрсетілген сызықтар мен түстерді енгізу шығару құрылғыларының көмегімен механикалық түрде көрсетеді. Енді адам миы экрандағы көріністі қабылдап, оған белгілі бір мән береді дейді. Жарайды, ол да түсінікті деген ойдамын. Енді компьютердің ең
басты бөлшегінің бірі ол жүйелік блок дейді. Яғни жүйелік блок дербес компьютердің ең негізгі құрылғысы дейді. Яғни сіздер осы үйде немесе офиста мынандай жүйелік блоктарды көрген болуларыңыз керек. Яғни дербес компьютердің ең басты бөлшегі осы бөлшегі. Ол жүйелік блок деп аталады дейді. Иә, ол шынында осылай. Осы жүйелік блоктың ішінде жүйелік тақша, яғни аналог платасы, оны ағылшын тілінде motherboard немесе mainboard деп атап жатады. Енді бізге көп жағдайда орыс тіліндегі нұсқалары таныс болған соң, оны материнский плата деп айтып атады. Енді қазақ тіліндегі сабақ болғандықтан біз бұны болашақта жүйелік тақша немесе аналог плата деп аламыз. Сондай-ақ осы жүйелік блоктың ішінде ең басты құрылғыларының бірі ол осы процессор, сондай-ақ оперативтік жад, қатқыл диск, қоректендіру блогы, видеокарта секілді көптеген маңызды құрылғылары болады. Иә, ол шынында осылай. Яғни бұл мағлұматпен таныс болмасаңыз, енді сіздерге көп адам таныс екені анық, алайда біз болашақ сабақтарда осы әр құрылғының, соның ішінде жүйелік платаның, процессордың, оперативтік жадының барлығын жеке-жеке талдап, осы компьютер таңдау барысында және біздің компьютерді жөндеу барысында осы құрылғыларды жеке-жеке қарастырамыз. Сондай-ақ осы дербес компьютер дисплей, яғни мониторы болады, пернетақтасы болады, сондай-ақ тінтуір дейді, бұл мышка деген екен, принтер, сканер, осы сияқты бірнеше құралдардан, бөлшектерден тұрады дейді. Енді мен сіздерге айтарым, осы жүйелік блок дербес компьютердің басты негізгі құрылғысы болса, осы жүйелік блоктың ішінде орналастырылған кішкентай құрылғылары, бөлшектері, ол осы компьютердің негізгі құраушысы. Сондықтан біздің алдыңғы сабақта танысатынымыз осы процессор, оперативтік жад, сол сияқты басқа да бөлшектері. Мен ойлаймын, енді дербес компьютер деген не екендігі сізге кішкене болса да анық түсінікті болды деген ойдамын. Жарайды, олай болса мен келесі слайдқа көшейін және осы жердегі мағлұматтармен танысайық. Яғни дербес компьютер ол белгілі бір құрылғылардан тұрады және бағдарламалық операциялық жүйемен жұмыс жасайды. Олай болса, осы дербес компьютердің құрылғыларын жасаушы компаниялар кімдер және басты, яғни ірі ойыншылары кімдер деген сұраққа іздейік. Яғни дербес компьютер аппараттық жабдықтан тұратын болса және бағдарламалық жабдықтан тұратын болса, бірінші аппараттық жабдық деген не дегенге кішкене сипаттама жасап кетейік. Мысалы қараңыздар. Компьютерлердің құрылғылары, соның ішінде яғни hardware, ағылшын тілінде hardware деп айтып атады. Яғни аппараттық жабдық деп отырғанымыз, қарапайым тілмен айтқанда темірі, яғни компьютердің темірі ол осы аппараттық жабдығы. Электрондық және немесе дейді есептеуіш құрылғының механикалық бөліктері деп анықтама берген екен. Енді қарап отырсаңыздар, міне дербес компьютерде, жеке компьютердегі ең басты бөлшектері, мысалы аналог плата дейді, сосын оның ішінде мысалы блок питания дейді, және де қарап отырғанымыз мына жерде CPU дейді, бұл енді процессор деп отырғаны. Сол сияқты дербес компьютердің барлық аппараттық бөлшектерін мына жерге мысалмен келтірген екен. Бұл бөлшектерінің барлығын біз болашақ сабақтарда қарастырамыз. Және бізде екінші сұрақ туындайды, осы дербес компьютердің құрылғыларын, аппараттық бөлшегін, механикалық бөліктерін шығарушы ең ірі компания кім деген сұрақ туындайды. Ол сұраққа келетін болсақ, аппараттық жабдықты шығарушы ең әлемдегі ірі компания осы сіздерге таныс болуы керек әбден Intel компаниясы. Бұл Intel компаниясы Америкада орнатылған және осы дербес компьютерлердің, сондай-ақ басқа да компьютерлердің бөлшектерін шығаратын ең ірі компания болып саналады. Intel компаниясы осы дербес компьютердің ең негізгі екі бөлшегі, процессор және аналог платадан бөлек тағы да басқа көптеген бөлшектерін жасап шығарады. Сондықтан ақпараттық жабдықтың 90%-нан көп бөлшегін осы Intel компаниясы ұстап отыр. Енді оның екінші басты қарсыласы және басты бәсекелестік туындырушы компания AMD болып саналады. Алайда Intel компаниясының тарихта және оның бүгінгі компьютер саласында аппараттық жабдықтардың дамуда алатын мөлшері және көлемі сондай жоғары, оның осы AMD-дан басқа ешқандай қарсыластары жоқ деуге де болады. Енді аппараттық жабдықты Intel компаниясы жасайтын болса, онда осы Intel компаниясы дербес компьютерлердің, яғни түп тамыры негізі болып саналады. Енді бағдарламалық қамтамасыз жасау, яғни бағдарламалық жасақтаманы сіздерге таныс осы Microsoft Windows компаниясы қамтамасыз етеді. Яғни дербес компьютердің аппараттық жабдығын Intel компаниясы қамтамасыз етеді 90%-дан жоғары жағдайда, және оның бағдарламалық жасақтамасын Microsoft'тың Windows компаниясы жабдықтайды. Енді олай болса тағы да бір саты төмен түсетін болсақ, Intel компаниясы не жасайды? Intel компаниясы
ол процессор жасайды. Және бұл процессордың соңғы нұсқалары Intel Core i3, i5 және i7 деп аталынады. Енді оның тарихы және де даму процесі, сондай-ақ бүгінгі процессордан жұмыс істеуі, оның барлығын келесі сабақтарда осы процессорды қарастырамыз. Ал және де осы Intel компаниясының аппараттық жабдықтарын жасаудағы екінші шығаратын басты бөлшегі ол жүйелік тақша, яғни аналық плата, материнский плата деп аталынады. Енді бұл аналық платаның өзі әртүрлі компаниямен шыққанмен, оның түп тамыры, яғни негізі болып саналатын чипсетті жасаушы компания осы Intel компаниясы. Енді сіздерде тағы бір сұрақ туындауы мүмкін. Мысалы, менің компьютерлім бұл Intel компаниясынан емес, менікі Dell-дан, HP, Sony, Asus, Acer, Lenovo деген сияқты компаниялардың шығарған компьютер деген. Алайда сіздерде бұл компьютерді жасап құрастырушы компаниялар осы компаниялар болғанмен, сіздің компьютеріңіздің негізгі бөлшегін шығарушы, яғни процессорды, материнский платаны, тағы да басқа құрылғыларын шығарушы компания ол Intel компаниясы. Сондықтан аппараттық жабдықтың негізгі басқарушы компания осы Intel компаниясы. Ал Dell, HP, Sony бұл барлығы осы Intelдің процессорын және чипсетін қолдана отырып компьютерді құрастырады, алайда олар аппараттық жабдықтың басқа бөлшектерін шығарғанмен негізгі бөлшектерін шығара алмайды. Сондай-ақ мына жерде осы жүйелік тақшаны шығарушы компаниялар, атақты компаниялар, мысалы Gigabyte, Asus, MSI, Foxconn деген компаниялар, бұлар да жүйелік тақшаға шығарумен айналысқанмен, оның басты бөлшегі чипсетті шығарушы компания осы Intel компаниясы. Сондықтан бүгінгі таңдағы дербес компьютерлердің 90%-нан жоғарғысын осы Intel мен Microsoft компанияларының өнімдері басқарып тұр. Енді біз болашақ сабақтарда ары қарай осы Intel компаниясының процессорлары және оның түрлері, олардың айырмашылығы, олардың көрсеткіштерімен танысамыз. Олардың материнский плата, яғни жүйелік тақшасымен танысамыз. Сондай-ақ басқа да барлық бөлшектерін жеке-жеке таңдап, ондағы берілген көрсеткіштер бізге не мағына беретінін көруге тырысамыз. Сондықтан келесі сабақтарда жүздескенше сіздермен әзірге қоштасамын.